Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше рецептпен бөлісемін. Бір қана қамыр илеп, сол қамырдан 2 түрлі пирожный жасайтын боламыз. Яғни 12 штуктан 24 штук пирожный шығатын болады. Және де ішіне міндетті түрде крем салатын боламыз. Сондықтан видеоны жіберіп алмай, соңына дейін тамашалаңыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып дайындап аламыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстінен құмшекерді аздап саламыз. Және миксерлеуді бастаймыз. Бастапқы кезде аз жылдамдықпен араластырамыз. Одан кейін ең жоғары жылдамдыққа дейін көбейтеміз. Құмшекерді біртіндеп саламыз, бірден барлығын салмаймыз. Мінекей барлығын салып болды. Енді жылдамдықты көбейтіп 5 минуттай араластыратын боламыз. Массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енуі қажет. Дайын болған массамызға сұйық майымызды құямыз. Және венчикпен араластырып жібереміз. Алдағы уақытта енді миксер қолданбаймыз. Сүтімізді құямыз, айран қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді ұнымызды біртіндеп салатын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз. Осылай араластырып отырып, ұнымызды саламыз. Дайын болған қамырымызды таразының көмегімен теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымды өлшеу барысында 620-630 граммнан бөліп алдым. Егер сіздер дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де осындай жобада шығуы қажет. Бөліп алған қамырымның бір бөлігіне какао салып араластырып дайындап аламын. Яғни мен 2 түрлі пирожный жасап жатырмын. Біреуі классикалық ақ түрі, екіншісі шоколадный түрі болады. Бірінші шоколадный қамырымызды пісіріп аламыз. Ол үшін осындай қағаз формочкаларға орта қылып құйып шығамыз. Қатты толтырмаймыз, өйткені пісу барысында көтерілетін болады. Шоколадный бисквитіміз пісіп дайын болды. 170 градуста 15-20 минутта пісіріп алдым. Ендігі кезекте ақ қамырымызды пісіретін боламыз. Дәл солай осындай қағаз формочкаларға жартыдан құйып шығамыз. Мінекей ақ бисквиттарым да пісіп дайын болды. 170 градуста 15-20 минут пісіріп алдым. Пирожныйымызға ішіне мен осындай қайнатпалы крем қолданамын. Дәл осындай крем жасаудың рецепті менің YouTube каналымда бар. Описание бөліміне қалдыратын боламын. Осы кремімізді теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Креміміздің бір бөлігіне бір ас қасық какао салып араластырамыз. Какаоның орнына шоколад ертіп қоссаңыздар да болады. Креміміз бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Кремімді осындай кондитерский мешоктарға салып дайындап алдым. Енді пирожныйымызды жасауға кірісеміз. Бірінші осындай шоколадный бисквитіміздің беткі бөлігін осылай кесіп аламыз, және ортасын осылай ойып аламыз. Кесіп алған артық осы бисквитімізді осындай крошкаға бөгітіп қоямыз, өйткені қазір бетіне себуге қажет болады. Енді ішіне кремімізді жүргізіп шығамыз, мейлінше молырақ қылып саламыз, және шеттеріне де жағып жібереміз. Қасықтың көмегімен тегістеп кремді бір келкі қылып барлық жеріне жағамыз. Креміміздің үстінен
жаңағы қалған крошкаларымызды осылай біркелкі қылып, әдемі қылып жабыстырып шығамыз. Ақ бисквитімізді де дәл осылай ортаңғы бөлігін осылай кесіп дайындап аламыз. Пирожныйымыздың классикалық түріне осындай ақ крем салып шығамыз ішіне, және осылай кішкене жағып жібереміз, қасықпен тегістейміз, және үгітілген крошкамызды біркелкі қылып әдемілеп жабыстырып шығамыз. Мінекей пирожныйларымыз осындай болып шығады. Енді қалған бөліктерінде дәл осылай орталарын кесіп, кремдерін салып дайындап аламыз. Ақ түрінен 12 штук, шоколадный түрінен 12 штук шықты. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Яғни крем салғандықтан пирожныйларымыз жұмсаратын болады. Достар, бүгін біз осындай бір ақ қамырдан 2 түрлі пирожный жасадық. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Қонақ келгенде жасап, дастарханыңызға қойсаңыз, өте әдемі болып көрінеді. Достар, видеоны ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.